Екінші нұсқаның екінші есебі бізге не деп тұр? Кубтық дәрежелі, үшінші дәрежелі теңдеуді шеш дейді, яғни түбірлерін тап деп тұрған. Енді бұны шешудің ең оңтайлы әдістерінің бірі, яғни безу әдісі. Безу теоремасы деп аталады. Безу теоремасы бойынша біз берілген кубтық көп мүшенің бос мүшесін қарастырамыз. Бос мүше бізде 3-ке тең. Осы 3-тің бөлгіштерін қарастырайық. Яғни 3-тің бөлгіштері +-1 және +-3. Тек қана бүтін түбірлерін қарастырып отырмыз. Енді осы бүтін түбірлерін теңдеуінің орнына апарып қоямыз. Бірінші x-тің орнына 1-ді апарып қойып көрейік. Енді 1-ді қойсақ, логически 1-ден түсінуге болады, что 1-ді қойған кезде 2 -8 + 7 -3 шығады да, ол 0-ге тең болуы мүмкін емес. Өйткені 2 оң санды қойсаң 9, 2 теріс санды 11. Оларды қоссаң 0 шықпайды. Енді x-тің орнына -1-ді қойсақ та, 0-ге тең емесін бірден байқауды. X-тің орнына мына жерге -1 қойсаң, -1-дің 3 дәрежесі -1-ді береді да, 2-ге көбейтсек, -2 шығады. Келесі x-тің орнына апарып -1 қойсақ, -1-дің жұп дәрежесі +1-ді береді да, 18-ге көбейтсек, -8 шығады. Мына жерге x-тің орнына -1 қойсам, значит менде -7 болады и -3. Енді барлығы теріс сан болғандықтан, теріс сандардың барлығын қоссаң, ол ешқашанда 0-ге тең болмайды. Яғни бұл жерден қорытынды жасаймыз, +-1 бұл теңдеудің түбірі бола алмайды. Келесі енді 3-ті апарып қойып көрейік. X-тің орнына 3-ті қойайық. 2 көбейтілген, енді x-тің кубы деген сөз 3-тің кубы нешеге тең болады? 27. -8 көбейтілген 3-тің квадраты нешеге тең болады? 9-ға тең болады. Плюс 7-ні көбейтеміз 3-ге, -3. Тең, неше шығатын есептейік. Мына екеуін көбейтсем менен 54 шығады. Азайту мына екеуі 72-ні береді. Мынау маған 21-ді береді, -3. 54-тен 72 азайтсам, менде шығады 18 қалады. -18 мен -21 плюс 21, значит, мынау өрнек шынымен де 0-ге тең болады. Яғни біз уже таптық. Яғни мына теңдеудің бір түбірі x-тен 3 екенін анықтап алдық. Енді бір түбірін таба отырып, енді әрмен қарай келесі түбірлерін табу үшін мен Горнер схемасын пайдаланғым келіп жатыр. Горнер схеманы естеріңізде болса, яғни схеманы кесте түрінде беріп қоямыз, бағандар түрінде. Мына жерге бөлінетін сан жазамыз. Бөлінетін сан бізде 3. Сөйтеміз да, берілген кубтық теңдеудің коэффициенттерін аламыз. X кубтың алдында тұрған сан 2-ні аламыз. Келесі x квадраттың алдында тұрған сан -8. Келесі x-тің алдында тұрған 7 және бос мүшеміз нешеге тең? -3-ге. Алдыңғы сабақта осы туралы айтқан болатынбыз. Яғни ең бірінші тұрған көп мүшенің астына 0-ді қоямыз едік. Сөйтіп, екеуін істейміз, қосамыз. Екеуін қосқан кезде неше шығады менен? 2 шығады. Келесі 3-ке 2-ні әкеп көбейтемін. Неше болады сонда? 6 болады. 6-ны жазып қоямын. Сосын екеуін қосамыз. Екеуін қосқан кезде -8-ге +6-ны қоссам, -2 шығады. Келесі мына 3-ті енді кімге көбейтемін? -2-ге көбейтемін. Неше шығады сонда менде ол? -6 болады. Сосын екеуін істейміз енді біз, қосайық. 7-ге -6-ны қоссам, +1 шығады. Енді 3-ті кімге көбейтемін? Мына 1-ге көбейтемін. Неше шығады сонда менде ол? 3-ге тең болады. Енді екеуін қосатын болсам, қандай сан шығады бізде? 0 шығады. Осы 0 бізде не деп аталады? Қалдық. Яғни қалдығы 0-ге тең болды деген сөз, значит, x теңгіш осы теңдеудің бір түбірі. Енді мен мына теңдеудің бөлген кезде, 3-ші дәрежелі теңдеуді 1-ші дәрежелі теңдеуге бөлген кезде, бізде нешінші дәрежелі теңдеу болады? 2-ші дәрежелі. Мынау 2, енді бізде 2x-тің квадраты болады. Бағана квадраттық енді куб болды енді бізде. Енді осыны пайдаланып, біз енді дәлше осыны шығара берейік. -2x плюс 1 тең 0 деп теңдеуді шешеміз. Енді осы теңдеу бұл квадрат теңдеу, оны біз дискриминантты көмейін шығара береміз. 2-4 -8 деп өміз, яғни бұл жерден неше шығады? -4 шығады. Яғни байқап тұрсаңыздар, -4 0-ден кіші, значит айтамыз, бұл теңдеудің нақты түбірлері жоқ. Олай болса, теңдеудің шешімі не болады? Жауабы, сонда бұл теңдеудің, кубтық дәрежелі теңдеудің, біз айттық, 3-ші дәрежелі максимум 3 түбірі болады. Енді ол жерден неше түбір ғана шықты бізде, яғни бір ғана түбірі бар екенін байқадық. Жауабы сонда x тең 3.